Кеше өздерін желтоқсандықпыз деп атаған бір топ адам алаңға шықты. Алаңға шыққанда олар Қазақстанда әділдік болсын, саяси репрессия неге күшейіп жатыр Қазақстанда? Мынау Маңғыстауда алаңда тұрған жұмысшылардың жағдайы неге реттелмей жатыр? Қаңтардың шындығы неге тергелмей жатыр? Назарбаевтар неге сотталмай жатыр? Жемқорларды неге абақтыға қамамай жатыр? Неге Қазақстанда әділ сайлау жоқ деген ұрандармен, әділетті талаптармен емес, олар барлығын жинап алып ЛГБТ-ға қарсы шықтық дейді. Олардың да өз талаптарын айтып, алаңға шығуға құқы бар әрине. Бірақ дәл осы желтоқсандықтарды осындай күрделі оқиғалар елімізде болып жатқан кезде алаңнан басым көпшілігін көрмейміз. Мысалы, осы қаңтар оқиғасы болған кезде адамдарды ұрып соғып, азаптап, үтіктеп жатқанда желтоқсандықпыз деген бір топ адам алаңға шығып, "Ей, біздің қазағымды азаптап жатсыңдар, неге үтік басасыңдар, неге оларды қинайсыңдар" деп алаңға шыққанын өзі басымыз көрген жоқпыз. Әрине, барлығы жаман, алаңға шықпады деп айта алмаймыз. Арасында алаңға шығып жүргендер бар. Осы топты бастап сөйлеп тұрған Гүлбахрам Жүніс дегеннің кім екенін көп айтудың қажеті жоқ. Себебі, бұл адам үнемі әкімдікте жүріп, әкімдермен суретке түсіп жүретін бірнеше мәрте көрген болатын біз. Кезінде біз митингтерге шығып жүрген кезімізде мен алаңға барып бұлардың тас талқанын шығарамын деп биліктің титушкасы екенін сынап бірнеше рет айтқан болатынбыз. Сол адам аяқ астынан алаңда жүр. Айтпағымыз, күйіп тұрған мәселе жетеді қазіргі таңда. Маңғыстауда 5 ойылдың компаниясының жұмысшылары 2 айдан асты әлеуметтік әділдікті талап етіп алаңда тұр. Назар аударып жатқан бірде-бір депутат не шенеунік жоқ. Одан бөлек, жабық соттарды барлығымыз көріп отырмыз. Қаншама саяси тұтқындарды түрмеге қамап тастап жатыр. Кешегі Думаның сотын алыңыз. Сол Думаның сотына желтоқсаншылар жиналып барды ма? Бір-екеуінен басқасын көрген жоқпыз мысалы. Одан бөлек, Назарбаевтар шалқып сыртта еркін жүр. Неге соларды жауапқа тарту керек деп шығып жатқан жоқ? Қаңтардың шындығы ашылу керек деген қаншама талаптар бар. Оны да біз көріп тұрған жоқпыз осылардың шығып жатқанын. Бәрін қойып, ең болмаса сол желтоқсан мен Жаңаөзеннің шындығы ашылсын деп талап қойып жатқан қайсы бар? Біз бүкіл елдің мәселесін кезінде алаңға шыққан дәл осы желтоқсандықтар шешсін деп отырғанымыз жоқ. Бірақ енді біз де қаңтаршымыз. 2022 жылы қаңтарда барлығымыз алаңға шықтық. Яғни қаңтаршымыз деп айтуға құқымыз бар. Бірақ енді желтоқсандықпыз дегенді кейбір азаматтар кәсіпке айналдырып алған сияқты көрінеді. Өздері соны жамылып алып, жеке-жеке үйім құрып алып, бөлініп алып әкімдікке жұмыс жасайтындар бар мысалға. Адалдары да бар. Сайлау Лепесов, Анар Мұхамеджанова деген сияқты адал жүрген желтоқсандықтар да бар. Желтоқсандық деген атақты саяси ойындарға қосудың қажеттілігі жоқ деп ойлаймыз. Желтоқсандық деген ол адалдықтың, әділдіктің және тәуелсіздіктің символы болу керек. Ұлттық мүддені қорғауды, тәуелсіздік мәселесін қорғауды, алға шығып батырлықты көрсетіп шығу керек деп ойлаймыз.